Достар, мында адамзаттың ең үлкен ақмақтықтары ұштасқан жер. Мынандай 12 этажный дом соғу және көлік сатып алу. Қараңыздар. Бұл еще қазір Наурыз мейрамына байланысты адамдардың барлығы ауылдарына кетіп қалған кездегі көрініс. Көліктер, даже бір көлік қоятын орын жоқ. Бүткіл жерге осы домдарда тұратын көліктер қойылған. Мына домдардың бәрінде қаншама квартира бар. 12 этаж тым көп. Максимум қалаларда, Европалық қалаларда 5 этажный домдар, 6 этаж максимум. Бізде ақша көбірек табу үшін стройка жасайтын компаниялар осылай жасайды. Сондықтан парковкамен бізде өте үлкен проблемалар бар. Және адамдарды дұрыс істемейді. Оларда көлік, бәрінде көлік. Сондықтан парковка, пробка Алматыда өте көп болады. Егер адамдардың барлығы, көп бөлігі автобустар мен метроға көшсе, анша пробка болмайтын еді Алматыда. Бәріне сәлем, менің атым Бауыржан, және бұл Бауқаплай арнасы. Бүгін мен кез келген инвестор үшін маңызды тақырыпты қозғағым келіп отыр. Осы видеоны көріп болғаннан кейін комментарийге осы видео туралы ойыңызды жазуды ұмытпаймыз. Және менің инстаграмыма тіркеліңіздер. Сілтемесі астында. Достар, менің YouTube арнама видео салынбағалы көп болды. Оның себебі менің видео қандай тақырыпта түсіремін деген сұраққа жауап іздеуімде болып табылады. Және көп ойланып, мен сіздерге өзімнің басымда көп ойлайтын тақырыптарды қозғағаным жөн болады деген тұжырымға келдім. Мені алғаш рет көріп отырған көрермендеріме өзім туралы қысқаша ақпарат беріп өтуім стратегиялық тұрғыда өте маңызды, пайдалы шешім болады деп ойлаймын. Себебі бұл көрермендерге менің де дәл сіздер сияқты ет пен сүйектен жаралған адам екенімді көрсетеді, және біздің арамызда өзара сенім пайда болады. Менің атым Бауыржан, мен 22 жастамын. Қазақ ұлттық университетінің 4-ші курсында оқимын. Осыдан 4 ай бұрын отбасын құрдым, және қазір жұмыс істеймін. Менің инвестициямен айналысып бастағаныма 1 жыл болды. Осы 1 жылдың ішінде мен инвестиция туралы өте көп ізденіп, ондаған кітаптарды оқып тастадым, және практикалық түрде өзім акцияларды сатып алып, акцияларды сатып, дивиденд алып, осы бастапқы керекті практиканы жасадым. Өз көзіммен, өз қолыммен көрдім, қандай процедуралар жасалыну керек екенін, акциялар сатып алған кезде оны қалай сатып алу керек екен, компанияларды қалай таңдау керек екен, осы туралы көп кітап оқыдым, және сол оқығанымды практика жүзінде пайдаландым. Осы жылы мен инвестициялық тұрғыда, яғни қаржылық тұрғыда өте көп білім алдым. Әрине ол миллиардер болу үшін жеткіліксіз, бірақ миллионер атану үшін жеткілікті. 6 айдың ішінде 43% портфелімнің өсуіне қол жеткіздім. Яғни мен коронавирустың кризисі бастаған кезде акциялар сатып алдым. Себебі сол кезде мен енді бастап жатқан болатым, оқып көріп жаттым да, содан кейін тура кризис болды. Сосын жазда уже акциялардың бәрінің бағасы төмен кезде мен қыста сатып алдым, сосын жазға таман сатып тастадым 2021 жылдың көп бөлігін. Сөйтіп 43% чисто акциялардың өсуінен табыс таптым. Тағы да 10%-тей дивидендтер түсті. Қазақтелеком, тағы Киргоктан, Казтрансойлдан, Халықбанктан дивидендтер түсті. Ол процедуралардың қалай өтетінін өз қолыммен, көзіммен көрдім. Және көптеген адамдарға осы жылдың ішінде
инвестиция жасаудың олар ойлағандай қиын шаруа емес екендігін түсіндіре алдым деп ойлаймын. Тіпті мен ең жақын досым да инвестиция жасауды бастады, және қазір оның результаттары менікіге қарағанда жоғары, себебі ол әлі қаржылық нарықтан шыққан жоқ. Ал мен өткен жылы шықтым, себебі менде қаржылық басқа мәселелер болды. Сол мәселелер шешу үшін мен қаржылық нарықтан шығып кеткен болатынмын. Енді қазір қайтадан жаңарту, қайтадан акциялар сатып алу басталады. Жақында өзімнің осы каналымда басынан көрсететін боламын. Сіздер қазір осы видеоны көріп отырып, маған қандай сұрақ қойғыларыңыз келіп отырғанын білемін. Бұның көлікке не қатысы бар, баука? Ендеше мен түсіндіремін. Өте үлкен қатысы бар. Автокөлік үлкен ақша тұрады. Кейбір адамдар тіпті автокөлік алу үшін үлкен несиеге кіреді. Ал үлкен ақша мен несие инвесторға тікелей қатысы бар. Сен уайымдама, мен бұл туралы әлі жалғастырамын. Екінші, автокөлік үлкен ақша жейтін құрал. Қалай жейді десеңіз, мен сізге өте ұзын тізім құрап бере аламын. Мысалы, бензин, техбайқау, көлік жуу, страховка, салық, ремонт, парковка, дөңгелектегі шинаны ауыстыру, штрафтар, және ең бастысы осы көлікті алу үшін алынған несиеге ай сайынғы төлем. Сіз несиеге емес, ақша жинап көлікті сатып алуыңыз мүмкін, бірақ бұл жағдайда да сізге жаңағы алдында айтылған шығындардан құтылу мүмкін емес. Үшінші, автокөлік энергия жейді. Адамның энергиясы ақшадан да қымбат. Егер энергияң болмаса, тапқан ақшаңды да жарата алмайсың. Энергияң болмаса, ешқандай шабыт туралы әңгіменің болуы да мүмкін емес. Ал шабыт сенің армандарына жетуге деген ең маңызды компонент. Кез келген автомобилистен сұраңыз. Автомобиль адамның энергиясын қалай жейтінін солар жақсы біледі. Әсіресе Алматының автомобилистері осыны сіздерге әдемілеп түсіндіріп береді. Егер сенде шетелдік қымбат автомобиль болмаса, сен бұл өмірде ешкім емессің. Бұл адамдардың ауызбен айтуға болмайтын шынайы пікірі. Бұндай атрибуттар ондай адамдар үшін өте маңызды. Заттар сенің қаншалықты бай екеніңді көрсетеді деген пікір баяғыда ескіріп кеткен пікір. Неліктен екені белгісіз, бірақ егер сенде сондай қымбат заттар болса, сен басқаларға қарағанда байырақ көрінесің. Бірақ бұл тек сондай адамдардың қатарына қосылуға деген билет қана. Осыдан 10 жыл бұрын, 2012 жылы, осы пікірмен адамдардың барлығы келісетін. Егер сенде Мерс, BMW болса, онда сенің статусың басқаларға қарағанда жоғары деп есептелетін. Және адамдар осы идеяға жабысып алды. Адамдар несие алып, не болса да о болсын деп кредитке батып кетті. Яғни кейбір адамдар тіпті квартирасы болмаса да BMW алып мақтануды өмірлік мақсат ететін. Ол көліктер 50 мың, 60 мың доллар тұратын. Сырттан қарағанда бұл ақмақтық, бірақ сол кезде кейбір адамдар үшін бұл дәл осындай жаңағыдай ұстаныммен өмір сүретін адамдардың қатарына қосылу үшін, солардың жанында өзіңді сенімді сезіну үшін керек атрибуттар болатын. Бұндай атрибуттар әлі де бар, бірақ бұл баяғыдай жарқын көрінбейді адамдардың көзіне. Қазір ондай нәрселер қатты көрсетілмейді. Қатты мақтаныш сезімі бұрынғыдай емес. Қазір басқа адамдардан ерекшеленетін, басқа адамдардан өзіңді биігірек ұстауға болатындай заттар емес, нәрселер көбейді. Яғни сен өзіңнің біліміңмен, өзіңнің инстаграмдағы подписчиктеріңмен, немесе ютубтағы подписчиктеріңмен өзіңді өзге адамдардан биігірек санай аласың, немесе өзің бизнесіңнің қаншалықты дамып тұрғанымен өзге адамдардан биік ұстай аласың. Бірақ сен көлігің қымбатырақ деп сені ешкім биігірек
қоймайды. Бірақ енді кейбір ақымақ адамдар бар шығар, адамның көлігіне қарап оның қандай адам екеніне баға беретін. Ал шын мәнінде сенің жетістіктерің, сенің байлығың, сенің результаттарың ондай заттарға мүлдем қатысы жоқ. Алматыда мысалға таксимен жүру өз көлігіңмен жүруден 2 есе арзанырақ. Бұл минимум. Автомобильге құртатын шығындардың 30% ол штрафтар. Алматыда сергектердің көмегімен адамдардың кез келген дұрыс емес поворот, кез келген дұрыс емес көлікті жүргізу, кез келген доля секундқа қателесу штрафқа келіп соғады. Және сен одан ешқалай құтыла алмайсың. Саған каспийне келеді, төлейсің штрафта, амалың жоқ. Сондықтан Алматыда такси мен қоғамдық көлік өте тиімді қозғалыс құралдары. Болашақта жеке автомобильге ие болу қазіргіге қарағанда әлдеқайда қымбатырақ болады. Егер сен бай болсаң, сен өзің көлік ала алатын боласың, өзің көлік пайдалана алатын боласың. Бірақ егер сен ақша санай алатын болсаң, онда менде саған тек қана бір ғана сұрақ туындайды. Не үшін? Көптеген адамдар өз автомобилімен жүруден гөрі өз автомобилінді сатып, такси мен қоғамдық көлікке көшуді тиімді деп санайды. Қазір өз көлігі бар адамдар өз-өздеріне мына сұраққа жауап берсе бәрін түсінеді. Сіздер көлікті өз қалауларыңызбен алдыңыздар ма, әлде бұл жай ғана әдет пе, әлде немесе бұл мүмкін қоғамның бұйрығын орындау ғана ма? Әлде бұл сіз үшін жұмыс немесе актив пе? Егер актив саған ақша алып келетін болса, онда мен бұл активті қалдырамын. Ал егер ол актив емес, пассив болатын болса, ол сенің ақшанды соратын, энергияны соратын, сенің уақытыңды соратын зат болса, онда маған оның керек жоқ. Онда ол менің өмірімді сорып жатыр деп санаймын. Сорып деген бір түрлі сөз деген. Егер сен өмір бақи кедей болғың келмесе, көлік алуға асықпа. Көлік сізге капитал құруға кедергі болады. Егер сізде көлігіңіз бар болса, сіз оны дәл қазір сатып, одан алған ақшаны инвестицияға жіберуге болады. Мысалға, егер сен көлігін 3 миллион теңге тұратын болса, онда оны сатып, дәл қазір 3 миллион теңге акциялар сатып алуға болады. 3 миллион теңгеге акциялар сатып алып, олардан мысалға Казтрансойл болуы мүмкін, Халықбанк, Казатомпром, Қазақтелеком, және олар жылына 10-15% дивиденд төлейтін болады. Яғни ай сайын 30 мың теңге алып отырасың. Бұл мен ойымша жақсы деп ойлаймын. Бұл 30 мыңға сен таксимен смело жүресің. Және қазір мен акцияның өзінің бағасының өсуін есептеп отырған жоқпын. Ал егер сіз доллар мен дивиденд төлейтін компанияларды сатып алсаңыз, және бұл дивидендтер болашақта өседі. Яғни ол қазір 30 мың болғанымен, ол біраз уақыттан кейін сіздердің компанияларыңыз өскен сайын оның акциясының бағасы өседі, және акциясы өскен сайын сізге дивидендтің көлемі де өсуі мүмкін. Себебі компанияның табысы көбейеді. Бұл инфляциямен бірге жүріп отыратын компоненті инвестицияда. Яғни сіз қазір 30 мың алып отырсаңыз, 2 жылдан кейін 50 мың алып отырасыз, 4 жылдан кейін уже 100 мың алып отырасыз, өйткені инфляция перегонять етіп отыр да бәрін. Соны инфляцияны компенсировать етіп отырады дивидендтер. Бірнеше жылдан кейін сізде кәдімгідей 150-200 мың дивиденд қазіргі 3 миллионыңыздан түседі. Ал сіз осы 10 шақты жылдың ішінде сіз тағы да 3 миллионнан бөлек, тағы да үстінен ай сайын ақша салып отырсаңыз, мен білмеймін, сіз тіпті долларлық миллионер болып кетуіңіз керек болады. Менің бір танысым маған: "Баука, брат, маған инвестиция туралы айтпашы, пожалуйста. Мен өзімнің машинамның
кредитін төлеп жүрмін. Қайдағы инвестиция деді. Сосын мен оған брат, сен қазір машинаң қазір колесада қанша теңге тұрады деп сұрадым. Сөйтсем айтады, где-то 2,5-3 миллионға сатуға болады деп. Ну, сен кредитің қанша қалды деймін. Примерно 1,5-2 миллиондай дейді да, процентмен бәрін қосқанда. Ладно дедім, онда қазір машинаны сат, даже арзанырақ сатсаң да болады, бірақ постарайся, чтобы қымбатырақ сатуға. Ол барды, машина ойланды, бір ай ойланып жүрді, сатайын ба, сатпайын ба, ары ойлап, бері ойлап. Сосын бір кезде маған келді, саттым, болды, все, кредит жаптым, мен қалған 500 мыңды көрсеттім. Осы 500 мыңға мен инвестиция жасап бастаймын деді. Мен таңғалып қалдым. Оның ондай шешімге баратынына мен сенбеген едім, сөйтіп ол келіп тұр. Сосын инвестиция жасады сол 500 мыңды, сосын үстінен ай сайын ақша қосып отыр. Қазір оның мақсаты қаржылық тәуелсіздікке шығу. 35 жасқа дейін қаржылық тәуелсіздікке шығу. Яғни қаржылық тәуелсіздік деген сен өзінің жинаған капиталынан түсетін процентке дивиденд, ол сен банкке салып қоюың мүмкін, тағы депозитке бір 10 миллион салып қойсаң, инвестицияда тағы 50 миллион болса, сен қазір Қазақстанда жұмыс істемей өмір сүруіне болады. Бірақ сен ары қарай жұмысын жалғастырып, инвестиция жасап, бизнесті енді ашып, ары қарай дамыта беруге болады. Ең бастысы капитал құру. Біздің капитализм қоғамында капитал сен жұмыс орнынан да бәрінен де маңызды, ол сенің капиталың. Тағы бір себеп, ол көлік ақша мен энергияны сорады. Мен қазір ғана бұны айттым, бірақ бұны қайталап адамдардың есіне салып отыру керек. Адамдар күніне 2 сағаттан пробкада тұрады. Алматыда сіздер бәріңіз білетіндей, Алматыда пробка өте қатты көп болады. Сондықтан адамдар күніге жұмысқа барғанша 1 сағат, қайтқанша 1 сағат, минимум 2 сағат күніне пробкада тұрады. 2 сағат күніне деген ол 1 жылда сен 20 тәулігін просто пробкада өтеді. Есептеп қараңыз, ойланып қараңыз, сізге өзіңіздің 20 күніңіз обал емес пе? 20 күніңіз уақытыңызда сіз как минимум 2 кітап оқып тастайтын едіңіз. Немесе тағы өзіңіздің бизнесіңізді ашудың жолдарын қарастыратын едіңіз, бизнес план жазып үлгеретін едіңіз. Өте көп нәрсе жасап үлгеруге болады 20 күнде. Адамдар пробкада тұрады. Ал мен сол уақытта адамдар пробкада тұрған кезде автобусный полосамен 15 минутта үйіме жетемін. Себебі қазір Алматыда барлық жерде автобусный полосалар бар. Автобустар кәдімгі көлікке қарағанда час пик уақытында тезірек жеткізеді сені қалаған жеріне. Ал мен пробкада ол жерде 2 сағат тұруыма болатын еді. Автомойка, штраф, парковка. Бұндай жағдайда көлік адам үшін емес, адам көлік үшін сияқты. Адам көлік үшін қызмет көрсетеді. Болды. Сонда кім бастық, сіз ба, көлік па? Көлік әдетте жылына 10%-ке арзандайды. Егер сен автобус немесе метромен жүргің келмесе, қазір такси қызметі өте қатты дамыған. Шақырасың, келіп үйінен керек жерге дейін апарып тастайды. Тіпті мен ауылымның өзінде такси қызметі бар. Звондайсың, жуалы такси, алға такси, ақжол такси келеді, үйден алып кетеді, ауылдың кез келген точкасына 400 теңгеге апарып тастайды. Яндекс таксиде мысалға менің пікіріммен келіспейтін адамдар қызмет істейді. Олар көлік сатып алады, несиеге әрине. Сосын сол несиені төлеу үшін Яндекс таксиге курьер болып, таксист болып жұмысқа кіреді. Өздерінің негізгі жұмыстарынан бөлек такси болып жұмыс істейді. Олар өздерін біреудің қызметшісі қылып қойған. Маған мысалы бұндай сценарий ұнамайды. Мен керісінше адамдар маған қызмет көрсеткенін қалаймын. Тағы бір момент, ол көлік мен үшін стресс және қауіп. Стресс, мысалға маған концертке бару керек. Мен өз көлігіме отырамын, сол жерге жетемін, сосын көлігімді қоятын орын іздеймін.
Ондай жерде көлік қоятын жер табу өте қиын. Сен жарты сағат жүруің мүмкін сол көлікті қоятын орын іздеп. Ал егер мен таксимен баратын болсам, менде ондай сұрақ ешқашан туындамайды. Ал егер көлігіңді дұрыс қоймасаң, саған келіп көлігіңді эвакуировать етіп алып кетіп қалады. Сосын саған сол эвакуация үшін ақша төлеу керек, штраф үшін ақша төлеу керек. Лишний геморрой. Ал қауіп, мен көлікті жүргізгенде миллион қауіпке өз басым тігемін. Сіздер көрген шығарсыздар, кейбір адамдар көлік айдап келе жатып, адамды қағып кетеді, сосын ондаған жылдарға түрмеге отырады. Мен бұл моментте рульда емес, жолаушының орнында отырғым келеді. Көлікті жүргізген адам өзі жауап берсін. Бұндай қауіптер туралы ешкім ойламайды. Мейлі сен өте бай адамсың дейік, онда хотя бы жүргізуші жалда. Себебі егер сен адамды қағып кетсең, сенің бизнесің немесе карьераң сол жерде аяқталады. Машина айдаудан ләззат алу үшін өз өміріңді құртып алуың мүмкін. Ал понты туралы айтатын болсақ, кейбір адамдар мақтану үшін өте қымбат көліктер алады. Ол көлікті алу үшін олар Корея немесе Япон көліктерімен салыстырғанда 5-6 миллионырақ ақша көбірек төлеуге дайын адамдар. Бұл 5-6 миллион 15 жылдан кейін 50-60 миллион теңгеге айналады. 50-60 миллион теңге ол $100,000. $100,000 понты үшін бас тартады. Ең маңыздысы қайда мақтанады? Қазір көлікпен ешкім таңғалдыра алмайсың. Менің инстаграмымда 150 адам бар. Сол 150 адамды таңғалдыру үшін, солар маған лайк басу үшін, мен өзімнің болашақ капиталыммен қоштасқым келмейді. Бұндай мақтаншақтық маған қызық емес. Менің бұл пікіріммен көптеген миллионерлер екі қолдап келіседі. Зато сенің достарың менің ойыммен келіспейді. Ал біз болашақта нәтижелерімізді салыстырып көреміз. Қазір комментарийге миллион қарама қайшы пікірлер жазады. Мысалы, балаларшы, қаланың сыртына шығушы, саяхаттаушы. Мен барлық адамдарды қоғамдық көлік пен таксиге көшуге шақырмаймын. Бұл жай ғана таңдау. Әркім өзі шешім қабылдайды. Кейбір адамдарға машина міндетті түрде керек. Мысалы, менің көкемде магазині бар. Ол магазинге товар тасу үшін көлік міндетті түрде керек, және оның 5 баласы бар. Немесе кейбір адамдар таксовать етіп нанға ақша табады. Оларға да әрине көлік керек. Мысалы, Лос-Анджелесте адамдар жеке көлікпен жүреді. Себебі оларда қоғамдық көлік дамымаған, яғни оларда автобус, метро деген особо дамымаған. Сондықтан олардың барлығы көлікпен жүреді. Себебі Лос-Анджелесте Алматыдағы сияқты биік ғимараттар емес, оларда частный домдар көп болған. Біздің Шымкент сияқты болғандықтан, ол жақта автобуспен бүткіл жерді қамту қиынырақ болғандықтан, ол жақта жоқ. Бірақ мұнда да ақылға қонымды шешім қабылдау керек. Ең қымбат көлік сатып алу міндет емес. Мен жай ғана ақшаны экономдап өмір сүруге болатынын айтқым келеді. Ал экономдаған ақшаны, қаражатыңызды инвестициялап, оны кейін болашақ капиталыңызды ұлғайту үшін, көбейту үшін пайдалануға болатынын жеткізгім келеді. Ал сіздің капиталыңыз қаржылық тәуелсіздікке жеткізетін жалғыз құрал. Тағы бір айта кететін жайт, сіз өзіңіздің пассивтеріңізді сатып, активтер сатып ала аласыз. Ал бұл инвестор үшін өте маңызды. Таңдау жаса. Сау болыңыздар. Инстаграмға тіркелуді ұмытпаңыз. Ал мен кеттім. Достар, мұнда адамзаттың ең үлкен ақымақтықтары ұштасқан жер.